оқушылар, біз бүгін 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні бойынша 4-ші бөлімнің қоршаған орта бөлімінің 78-ші сабағын жерім жомарт адамзатты асыраған тақырыбын өтетін боламыз. Яғни кім жомарт, не жомарт өлеңі Мұзафар Әлімбайдың өлеңін өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу, сұраққа жауапты мәтіннен табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Және дәл осы мақсатқа сүйене отырып бағалау критерийлерінде дәл осылай қылып алып отырмыз. Ендеше балалар, қоршаған орта бөліміне аздап тоқталып өтейік. Қоршаған орта табиғи объектілердің, оның ішінде өзара қатынастағы атмосфералық ауаны, суды, топырақты, жер қойнауын, табиғи ресурстардың жиынтығын атаймыз. Қоршаған ортаны қорғау, табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс-қимылына, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен толықтыруға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау туралы заңын 1997 жылдың 15 шілдесінде қабылдаған екен. Ендеше балалар, бірінші тапсырмамызға кірісейік. Бірінші тапсырмада мұғалімнің көмегімен түсініп оқы дейді. Бұл үзінді кабуснамадан алынған екен. Кабуснама дегеніміз ертеде жазылған үлгі насихатқа толы кітап. Оны жазған адамның есімі Кей Хаус екен. Ол бұл кітапты өзінің ұлына арнап жазған екен. Ей перзентім, егер сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізі 3 нәрседен тұрады. Бірі, айтқан сөзіңді қалтықсыз орындау. Екіншісі, туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу. Үшіншісі, қайырымдылықты естен шығармау деген екен. Ендеше, 2-ші тапсырманы осы кабуснамадағы берілген 3 нәрсеге сүйене отырып, жомарттықтың не екені туралы жазайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жомарттық ол уәдеңде тұру, әділдікке нұқсан келтірмеу, қайырымды болу. Келесі 3-ші тапсырмамыз Мұзафар Әлімбайдың өлеңі. Кім жомарт, не жомарт? Өлеңді түсініп оқу керек. Кім жомарт, не жомарт? Кім жомарт? Батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Өте жақсы балалар, ендеше Мұзафар Әлімбайдың өмірбаянына тоқталып өтсек. Мұзафар Әлімбай Қазақстанның халық жазушысы. Ол 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген.
Әлімбаев балалар әдебиетіне ерекше еңбек сіңіріп келеді. Оның «Бал дәурен», «Шіркін балалық», «Ақсерек пен көксерек» деген тағы да басқа осындай кітаптары оқырмандар қауымына кеңінен танымал. Әлімбаев дүние жүзіндегі 70 елдің мақал-мәтелін жинап, оларды ана тілімізге аударған. Ендеше келесі тапсырмамызды орындайық. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма. Ақын ойын кестеге түсір және өзің жалғастыр. Кім жомарт? Не жомарт? Деген жерге, деген бөліміне кестенің бізде мына Батар жомарт болды. Ол неліктен жомарт болды? Неліктен Батыр жомарт болды? Халық үшін жанын берген үшін жомарт. Дәл осылай басқаларын жалғастырып жазамыз. Одан кейін бізде 5-ші тапсырма. Төмендегі жолдарда берілген ақын ойын өз бетіңше жалғастырып, түсіндіріп айт. Жер жомарт. Адам затты асыраған. Шынында да жер адамға, ары қарай жалғастырып жазамыз және айтамыз. Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Шынында да, егер күн сәулесі жоқ болса, сөйлемді аяқтап жазамыз. Өте жақсы балалар, ендеше үй тапсырмасын аламыз. Үй тапсырмасына 71-ші беттегі 3-ші тапсырма. Мұзафар Әлімбайдың «Кім жомарт, не жомарт» өлеңін жаттау. Ендеше балалар, сабағымыздың соңында рефлексия әдісі бойынша сабақтың өздеріңізге ұнағаны және түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе тіпті түсінбеген жерлеріңіз болса, барлығын маған осы сөйлемдерді жазу арқылы жібере аласыздар. Және де үй тапсырмасына берілген өлеңді видеоға түсіріп, менің жеке өзіме жіберіңіздер.